Barchangizga salom do'stlar. Bugun biz o'те danda krasniy barxit tortini жасайтын боламыз. Ол үшін бізге майымызға қант қосып, миксермен араластырып аламыз. Ал енді үстіне кезекпен жұмыртқаларымызды қосып, араластырып шығамыз. Жұмыртқаны қосқан кезде кішкене майымыз қоймалжыңдау тәріздес болады. Жұмыртқаларымыздың барлығын қосып болғаннан кейін жақсылап араластырып, үстіне сұйық май құямыз. Жұмыртқалы массамыз дайын. Енді оны шетке қойып, ұнымызға какао, ас содасын және разрыхлитель қосамыз. Құрғақ ингредиенттерді венчикпен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Ұнымыз міндетті түрде еленген ұн болу қажет. Ал енді айранымызға краситель қосамыз. Міндетті түрде қызыл болу керек. Краситель айранымызға араластырамыз. Міндетті түрде жидкий немесе гелевый краситель болу қажет, себебі құрғақ красительмен болмайды. Ал енді жұмыртқалы массамызға осы ұнымыз бен айранымызды 3-ке бөліп қосамыз. Ең соңғы ұнымыз бен ең соңғы красителімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Нәтижесінде өте керемет воздушный қамыр пайда болады. Міне қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте воздушный әдемі қамыр. Ал енді оны 24 диаметрдегі формаға құямыз. Ешқандай бөлікке бөлудің қажеті жоқ. Себебі оны кесіп әдемі корж шығаруға да болады. Ал егерде түзу кесе алмасаңыз, 3-ке бөліп пісіруге тура келеді. Әдемілеп түзулеп 180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Піскен пирогымыз осындай болып шығады. Ал енді креміне кірісеміз. Творожный сыр мен қант ұнтағын жұмсақ масса болғанша араластырамыз. Ал енді үстіне клейгей қойып, әдемі дәмді крем жасаймыз. Кремнің қоспалары, яғни қант ұнтағынан басқа заттардың барлығы тоңазғыштан алынған болу қажет, салқын болу қажет, әйтпесе кремдеріміз шықпай қалады. Креміміз дайын. Ал енді торт жинаймыз. Тортты әдеттегідей кольцода жинаймыз. Кремді жағып, біркелкі қылып жағып, үстіне корж, крем қылып кезектестіріп кете береміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, корждарымыздың нәзіктігі соншалық, олар жыртылып жатыр, сондықтан абай болыңыздар. Жыртылған бізге кедергі емес, себебі оны қайтадан құрап алуға болады. Ол крем жаққанда бір-біріне сіңіп білінбей кетеді.
Ал енді кремін жағамыз. Кремді жағып болғаннан кейін тағы да бір коржымызды қойып, қалған кремді үстіне жағамыз. Енді тортымызды 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Холодильниктен шыққан тортымызды шет-шеттерін кесіп, кольцодан шығарып аламыз. Ал енді кольцоның шетіндегі кремдерді алып, торттың шет-шетіне жағуға болады. Ал енді қалған крошкамызды тортымыздың шет-шетіне жағып шығамыз. Бұл крошка біздің тортымыздың беті дөңгелек болып піскеннен кейін біз оны түзулеп кесіп алған крошкамызды бәр жерге сеуіп, әрлеп шығамыз. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып кетіңіздер.